Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен бүгінгі өткізген онлайн режимдегі сынама сабағыммен бөліскім келіп отыр. Яғни тәжірибе алмассақ деймін. Мен сабағымды бастар кезде ең бірінші интернетке кіріп, өзімнің WhatsApp веб көмегі арқылы өзімнің соткамды компьютерға жүктедім. Яғни WhatsApp веб арқылы компьютерді аштым. Мен аштық. Бұл WhatsApp вебпен жұмыс істеудің қандай тиімділігі бар? Сол туралы айтсам ба деймін. Мысалы, мен 10-шы А сыныбымды аштым, ертеңгісін балалармен амандастым. Сәлеметсіздер ме? Бұл біріншіден оқушылармен тез арада сотканың кішкентай клавиатураларын басып отырғаннан гөрі компьютермен тез басқан ыңғайлы екен. Мысалы, тапсырма бердім, мен бүгін бұл балалармен сабақ өттім делік. Балалармен амандастым да, сабақтың мақсатын, тақырыбын бергім келді. Мен алдын ала дайындап қойған слайдым арқылы. Ол үшін мына жерде тұрған предложить деген батырманы басу арқылы мен документі басамын. Одан кейін документіні басқанда көрдіңіздер, мен анандай терезе ашылады. Осы терезенің ішінде мен слайд болсын, Word папкасында жазылған дүние болсын, PDF болсын, кез келген форматта жазылған дүниені мен оқушыларға ұсына алады екен. Мысалға міне, Word дүниедегі материалды жібердім дейік мәтінмен танысыңдар дедік. Танысыңдар деп айттық. Содан кейін балалар танысқаннан кейін, мысалға, мен бейнебаян көрсеткім келіп кетті. Осы жерде бейнебаянды көрсету үшін мен новая вкладка ашу арқылы Білімлендқа кірем. Білімлендтің ішінде пәндер, пәннің ішінде өзімнің қазақ әдебиеті пәнін таңдаймын. Қазақ әдебиеті пәннің ішінде, мысалға делік, 10-шы сыныпта, кез келген біреуін сіздерге ұсына салайын. 10-шы сынып, мысалға, Дулатай Бабатайұлының өмір мен шығармашылығы дейік. Мына жерде бұл терезеде ақынның өмірі туралы қысқаша түсінік дегенде бейнебаян берілген. Бейнебаян берілген. Осы бейнебаянды мен балаларға тыңдатқым келеді, немесе көрсеткім келеді. Ол үшін мен екі түрлі жолменен көрсете аламын. Біріншісінде жүктеп алам, екіншісінде тек ссылкасын жіберем. 10 жақ батырманы басқан кезде сіздерде сохранить видео как деген тұр. Яғни бұл сіздерде компьютерді не істейді? Жүктейді. Мысалы, Дулат Бабатайұлы деп қояйық. Жүктеліп жатыр дейік. Екінші мәселе, 10 жақ батырманы тағы да басамыз. Копировать адрес видео деген басасыздар, WhatsApp-қа кіресіздерде осы ссылкасын балаларға тез арада жібере саласыздар. Ал Білімлендқа кіре алатын балалар болады, кіре алмайтын балалар болады. Мысалы, біреуі кіріп жатыр, а екіншісі жазып жатыр. Апай, мен кіре алмай отырмын деп. Сол кезде қайтадан приложить деген кнопканы басып, фото и видео дегенді басамыз, және біздің загрузкаға кіреміз. Сол жерге жаңа ғана сақтап алған Дулат Бабатайұлы деген видеоны ашамыз да, оқушыларға WhatsApp-пен жібереміз. Так. Енді анықтайық. Word жіберіледі, видео жіберіледі, ссылкасы жіберіледі. Ал енді маған YouTube каналынан бір бейнебаян жіберуім керек. Мысалы, Дулат Бабатайұлы деп жазайық. Дулат Бабатайұлы дейік. Міне, өлеңдері. Мен YouTube каналынан тауып дайындап қойдым алдын ала. Уақыттан жас. Мына бейнебаянды мен жіберуім керекпін. Тоқтатамын, үстіне барып ссылкасын басам, копировать деймін, WhatsApp-та ашам, ставить деймін. Балаларға кетті. Міне, яғни кез келген дүниені тез арада балаларға жіберуге ең ыңғайлы шешімдердің бірі ма деп ойладым. Одан кейін тағы да скрепканы басу арқылы біз Word жібере аламыз, фотолар жібере аламыз, видео жібере аламыз, папка жібере аламыз, слайдты да ашып жібере аламыз, скриншот жасап та жібере аламыз, аудионы да жібере алады екенбіз. Яғни кері байланысты да, смайликті де жібере алады екенбіз. Яғни сіздерге не ыңғайлы, қалай ыңғайлы, сіздер өздеріңізге қарай, өздеріңізге ыңғайлы дүниені тауып, тез арада балалармен жұмыс жасаудың бір түрі ма деп ойладым.
Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бейнебаянымның пайдасы болдыса, мен қуанар едім.